Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге өзімнің күмістен жасалған бұйымдарымның қарайып кеткендерін үй жағдайында қалай тазалауға болатынын көрсеткелі отырмын. Қазір міне ыдысқа жаңағы мына фольганы аламыз да. Мұндай дөңгелектеп ыдысымызға саламыз. Енді осы ыдысқа бір ас қасық мен тұз салам қазір. Сода салуға болмайды, көбі содамен тазалап жатады, сода жақсы тазалайды, бірақ сода күмістеріміздің мынандай бетіндегі жылтырын кетіреді. Сондықтан ас тұзын салған дұрыс. Міне бір ас тұзын салдым. Енді мен мұнда қатты кірлеген күмістерімді бәрін де сала-салай, бәрі де жарқырап кетсін. Міне, енді ыстық су, қайнаған суды құям. Енді бір 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттай тұрсын. 10 минуттан кейін күмістеріміз жылдырап тазаланады. Мен күмістерімнің бәрін шығардым. Бәрі тазаланды. Судың, мен сіздерге қазір көрсетем суды. Сондай күмістерден қанша кір шығатын. Міне, күмістеріміздің бәрі жарқырап тазаланды. Міне, қараңыздар. Көрініп тұрған шығар, өте прям жарқырап тұр. Міне, қараңыздар. Міне, сырғасы да. Қараңыздар. Екі сырғасы да, міне, бар комплекті. Сондай әдемі тазаланды. Цепочка да тазаланды. Міне. Мынаның ішіндегі сіздерге көрініп тұрма, білмеймін, қап-қара кірлерінің бәрі кетті. Енді мен сіздерде бөлісіңіздер, қалай күмісті тазалайтындарыңызды, қалай алтын тазалайтындарыңызды. Сондықтан бір-бірімізбен бөлісе отырайық тәжірибемізбен.